Адам деймін да, осы маймылдың бір түрі дейсің ғой сен. Иә. Ғылымда солай ғой. Маймылдар неге адам сияқты ойланамайды? Енді олармен араларың баяғыда ажырап, екеуінің бағытың бөлек кетіп қалған ғой. Сен сияқты ойланады, бірақ олар слабый да, сәл. Слабый. Әлемде қанша мың жануар бар? Білмеймін, саны. Мың, иә? Білмеймін, саны өте көп оның. Мысалға деп жатырмын да, 1003-тік, иә? Көп. Сол көптің ішінде біреу адамға ұқсамаған? Адамға ұқсауға міндетті емес қой олар. Жоқ, ойлау қабілеті да. Енді қара, көптің ішінде мысалы гепард сияқты ешқайсысы жүгіре алмайды. Ол әрқайсының өзінің өнері бар ғой, дұрыс па? Ойлау қабілетті сен өзіңнің өнерің деп қабылда. Енді біреуінде болмаса, біреуінде болу керек қой, бір ойлау қабілеті, хотя бы. Ойлау қабілеті бар. Сенде де аяқ бар, сен гепард сияқты жүгіре алмайсың, бірақ сол сияқты басқаларда да ми бар, олар да ойланады, бірақ сен сияқты ойланамайды да. Жоқ, енді хотя біреуінде болу керек шығар. Немене болу керек? Бір ойлау қабілеті болу керек шығар деймін да? Ойлау қабілеті бар деймін сүтқоректілерде, бірақ слабый. Слабый? 3 жасар, 7 жасар баланың несіне дейін ойланатын жануарлар бар. Қарғалар бар мысалы, мықты ойланады. Дельфиндер. 7 жасар баланың деңгейіне дейін ойланатын жануарлар бар. 7 жасар баланың деңгейіне дейін ойланатын жануар бар дейсің ба? Иә. Орангутандар мысалы. Мен өйтіп ойламаймын. Енді ол ойлауға байланысты емес, ол дәлелденген дүниелер, эксперименттер жүргізілген ғой. Кім дәлелдеген? Ғалымдар, приматологтар. Қалай дәлелдеген? Эксперименттер жүргізген ғой, мысалы орангутандарға. Енді соларға енді осы мынандай технология бар, неғып соларды деймін да, біз адам сияқты ойландырамайды. Сен андай әдейі түсінбеген боласың ба, или шынымен түсінбей тұрсың ба, мен ұқпаймын сені. Жоқ, енді мысалға қазір технология дамып жатыр, дұрыс па? Мен саған айтып бір адам болмаса, бір адам шығу керек қой. Мен осы маймылды адам сияқты киіндіріп, адам сияқты машина істетіп, самолет айдатып. Мысалы, саған қазір сені 4 аяқтап тұрғызып қойса, сен бәрібір гепард сияқты жүргізе алмайсың ғой, жүгіре алмайсың ғой, не түсінбейсің? Жоқ, мен адаммын ғой, олар маймыл, дұрыс па? Жоқ, маймылдардың өзінің ерекшелігі бар. Сені қазір қолыңа бар ғой, сені 20 жыл качка бергізсе де, горилла сені бір қолымен сындырып тастайды мысалы. Қалай түсінбедім? Сен 20 жыл качка берсең де деймін, ең күшті адам болсаң да, горилла сені бір қолымен бұтыңды бұт, аяғыңды аяқ, бұтыңды бұт, қолыңды қол қылады мысалы. Жоқ, ол енді әркімнің өзінің бір күші бар, дұрыс па? Енді сол миыңды өзіңнің күші. Енді неғып сол гориллаға дейінде бір укол салып, неғып адам сияқты жүргізбейсің. Енді саған неғып укол салып, сені горилла сияқты күшті қылып жүрмейміз, айтшы. Өтірік қой ол. Не өтірік? Химияңда, ғылымыңда бәрін адам жазған ғой, бәрі өтірік. Сол бір ғылым дамыған заманда саған укол салып, сені горилла сияқты қылып үлкейтіп жүрмейміз ба? Әлемде қанша мың жаратылыс бар, біреу болмаса біреу адамның деңгейіне жете алмайды. Дұрыс па? Біреу де жаңа гепардтың деңгейіне жете алмайды жүгіруден. Гепардтың жүгіруіне жете алмайды, тасбақа да өйтіп жүгіре алмайды ғой, дұрыс па? Дұрыс. Енді түсіндің ба? Сен суға барсаң, судың ішіндегі балық ұша алмайды аспандағы кептер. Міне, дұрыс па? Ойланатын адам екен. Молодец. Дұрыс па? Дұрыс. Бірақ жоқ та ондай нәрсе әлемде. Не жоқ? Адамның миы сияқты жануарларда ми жоқ та. Жануарларда ми бар ма, жынды ма? Жоқ. Қойдың кеше ғана басқа барып, қойдың миын жеп келдім, сен не деп отырсың? Сен бит бір маймылды аласың да, бір машинаның моторын қойып қоясың да, сол маймылға айтасың сен ана машинаның моторын жина деп. Жоқ, мен битем. Ол жіне ала ма? Жоқ, мен битем. Жіне ала ма? Жоқ, біз битеміз. Дұрыс па? Жоқ, біз битеміз, қара. Сені шешіндіреміз де, апарып зоопарктегі горилланың торына кіргіземіз де, давай төбелестейміз. Жең аласың ба? Жең алмайсың. Не ап жең алмайсың? Горилламен шығасың ба? Адам сияқты бар ғой, дүниеде адам сияқты зат жоқ. Гориллаға жалаң қолмен гориллаға шаман келе ма?
Келет. Мынау челлендж. Онда қара. Тістесең де, көзін шықсаң да, бірдеңе қылсаң да. Иә. Емегін тістесең де, бірдеңе қылсаң әйтеуір өлтіресің ғой, дұрыс па? Иә, горилланы тістеп көр, тісін сынады сенің о терісінен. Дұрыс па? Енді бар ғой, сен өзің мысалға 5-ші этаждан сені біреу итерейін деп жатса, сен қарап тұрмайсың ғой. Жоқ, сен Silverback горилла. Сен оны итеруге тырысасың. Жоқ, горилланы сен тістесең, сен тісін сынып қалады, оның терісі қалың. Сен гориллаға мысалға барып, өзінен өзің тиіспесең, оның көзіне сен қашта білесің. Оның қолдары ұзын, сен горилланың көзіне жете алмайсың, ол сенің басың кесіп тастайды. Қалай езіп тастайды? Тіпті жалаң Ондай қолмен, нәрсе жоқ. тіпті жалаң қолмен 10 ер адам жабылса да, ол горилланы алу Сен горилламенен бір мысалға қақасқа салып қоятын болса, сені бірінші горилла қарайды. Не алып тұр бұл деп. Маған атака жасайын деп тұрма деп. Сылтап айтпашы енді. Жоқ, сен оны істеп жатқандарың бәрі өтірік. Химияңда, ғылымыңда бәрі өтірік. Онда былай. Оның бәрін адам жазған. Жоқ, онда былай. Сені тазы итпен 100 метровкаға қоямыз. Жарысасың ба жүгіруге? 100 метрге. Тазы итпен тасбақан жарыстырсай көрейік. Жоқ, сені жарыстырамын. Сен адамсың ғой, сен ерекшесің. Жоқ, адамның миы. Мен машина мініп алам, тазыңды шаңымда қалып кетеді ғой. Машина сен жасай алмайсың ғой. Жасай алмайсың, не алып жасай алмайсың? Мәшine жасап шығарасың. Машина кім жасап отыр? Адамдар жасап отқан жоқ па? Сен емес қой, явно оны жасап отқан. Сен сол біреулердің ақылдыларын жасап берген пайдаланып отыр. Сен ана ғылымың, химияң, математикаң, физикаң бәрі өтірік. Қара. Сен сеніп жүрген ақымақсың да? Қара. Егер біз 10 гепардты алатын болсақ, 10 гепардтың 10-ы да жылдам жүгіреді. 10 адамды алатын болсаңыз, 10 адамның 9-ы машинаны жасай алмайды, олар білмейді қалай жасалатынын. Не алып жасай алмайды? Сен білесің ба? Машина жасай алмаса, белсвет жасайды. Ағаштан белсвет жасайды, ұшатын бірдеңе істейді. Велосипедпен озамайсың ғой енді. Миы бар да? Гепардтан велосипедпен миы бар ма? Жоқ. Гепардтан велосипедпен озамайсың ғой енді. Сен разгон алып болғанша сен мысалға 100 километрге дейін жүгіріп тұра бермейді ғой. Сен велосипедпен 100 километр емес, 500 километрге дейін. Жоқ, мен 100 метрге деп жатырмын. Жоқ, гепардты мен жеңем ғой, дұрыс па? Мен велосипедім бар, жүре берем. Сен велосипедпен 100 метрге километрге дейін жүгірем. 100 метр дейін, спринт. Жүгірем мысалға. Спринт, 100 метр, спринт. 100 метр. Айтып отырмын ғой, ғылым, физика, химияң бәрі өтірік, оның бәрін адам істеген. Өтірік болса, сен қалай сөйлесіп отырсың қазір менімен? Қалай сөйлесіп отырсың? Осыны физика, химия жасап берді ғой саған. Темірдің арасында сөйлесіп отырмыз ғой. Енді осыны саған ғылым жасап берді ғой енді. Ғылым жасап берген жоқ, жалқаулық жасап берді. Жалқаулық? Сен жалқаусың ба? Сен жалқау болмасаң, баллонды таба алмайтын ең. Сен жалқау болмасаң, самолетті таба алмайтын ең. Сен 1000 жерден жалқау болсаң да, бірақ ғылыммен айналыспасаң, сен істей алмайсың оны. Ғылыммен емес, айтып отырмын ғой, сен жалқау болсаң, мысалға сен бір темірді бір жерге көтеріп баратын болсаң, 4-5 адам көтеріп барған жақсы ма? Машинаға артып алып барған жақсы ма? Ондай былай істейік. Біз Қазақстанның әр өңірінен ең жалқау қазақтарды жинайық бір жерге. Соларға істетіп көрейікші, iPhone істей ала ма екен? Не істей алмайды? Қазір технология дамып кеткеннен бәрі нәрсе істеледі. Қазіргі мысалға телефонды істеп жатқан адам ғылымнан тапты дейсің ба? Әрине. Қалай тапты ғылымнан ал? Оның базасында ғылымның... 5-ке 5-ті қосып телефон шығарды ма сонда? Сенің бүкіл телефондарың 0-1 деген 2 санның системасымен ғана істейді, білесің ба? Қалай? Барлық компьютерлер 0-1 деп аталады, ол 10-дық... Жоқ. Ол технология электрикпен істейді, болды. Электрик емес деймін, оның бәрін есептеп жазады алгоритм. Сен зарядың жоқ болса қалай телефон істейді? Сол токты сен қалай жүргізетін білесің ба? Плюс зарядтар, минус зарядтар саған жеткізу керек қой, токты қалай жеткізесің сен? Айнымалы ток деген бар, адам жазған олар. Басқа әлемнен келген емес. Айнымалы ток деген бар, тұрақты ток деген бар, оның қарсылық деген бар. Ол бәрі деген ғылым ғой, оны сен жалқау болсаң, басың істемесе жасай алмайсың. Сол жалқаулар тапқан ғой, енді сол жалқаулар тапқан. Жалқаулар емес, олар сенен 100 есе еңбекқор адамдар, өмірін соған арнаған. Енді сол ақша бергеннен кейін арнағанда. Саған біреу ақша бермесе, сен өзің барып мектепке барып сабақ беретін. Саған ақша берсе де жасай алмайсың сен оны.
Неғып жасай алмайсың? басын Сен бір жетпей- ай далада қалып қоятын болсаң, сен аштан өле қалайын мен деп жата бермейсің ғой, өзің қимылдайсың ғой, дұрыс па? Балық аулайсың, электр аулайсың, Иә, сен бірақ бірдеңе істейсің, дұрыс па? сен бірақ ток жасай алмайсың, сен банальный отты да жаға алмайсың ғой. Тоқты істей алмайсың дейсің ба? Конечно, сен от жаға алмайсың даже, сен қалдырып кетсе. Қаяқтан білесің? Білесің ба, қалай жағасың отты? Зажигалкамен жағасың. Зажигалка саған сап берейін деп жатырмыз ба қалтаңа? Жоқ зажигалка ешқандай. Жоқ, сен айдалада, мысалы айдалада бір Африкада тастап кетіп, ойбай мен өле деген деп жата бермейсің ғой. Рахат екен сенікі, ё-май. Таспен тасты ұрасың, үйтесің, бүйтесің, жағасың ғой, от. Қойшы болды, ё-май. Сен сонда ол жерден қалай құтыласың десе? Құтқарушыларға звондай салам деген сияқты отыр ғой. ё-май. Қалай от жағасың десем, зажигалкамен жағамын деймін. Қатырасың. Азамат, рахмет. Зажигалкамен от жағамын деймін. Қатырасыңдар сендер, адам күлкіден өлтіресіңдер. Зажигалкамен жаға салам. Андай бір бай отбасынан шыққан балалар болады ғой. Сабақты да оқымайтын, ненің қалай жасалатынын ештеңені білмейтін, сондай. Нан жоқ болса торт жесеңдерші деген әңгіме ғой. Бір қамсыз балалар болады ғой, неден шығады? Бай отбасынан шығады, ештеңе оқымайды. Нан ағашта өседі деп ойлайтын адамдар болады, сол сияқты.